Егер әңгіме ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз маған жаңа әсерлі хикаялар ұсынуға шабыт береді. Рахмет. Еламан мен Жанеркенің махаббаты мектеп қабырғасынан басталған еді. 9-шы сыныпта бір партада отырып әңгімелескен екі жас уақыт өте келе бір-бірінсіз өмірін елестете алмайтын дәрежеге жетті. Мектеп біткен соң тағдыр тағы да екеуін айырмады. Екеуі де бір университетке оқуға түсті. Студенттік өмірдің 4 жылы көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сессияға бірге дайындалатын, армандарын бірге құратын, ақшалар жетпесе бір бәрішті бөліп жеп, аялдамаға дейін жаяу қайтатын күндерде болды. Бір күні бәрі жақсы болады, дейтін Еламан. Маған байлықтың керегі жоқ, тек сен жанымда болсаң болды, деп күлімсірейтін Жанерке. Сол сөздерді айтқанда, екеуі де болашақтың өздеріне қандай сынақ дайындап тұрғанын білмейтін. Университетті тәмамдаған соң үлкен той жасаған жоқ. Екі жақтың ең жақын туыстарының басын қосып, шағын ғана ақ дастархан жайылды. Тойға кететін ақшаны өзімізге жұмсайық, деді Жанерке. Кейін жағдайымыз түзелгенде үлкен тойды тағы жасармыз, деп келісті Еламан. Екеуі бірнеше жыл бойы жинаған ақшасын бал айына жұмсады. Таңдаған елдері Таиланд. Бұл олардың ең үлкен армандарының бірі еді. Ұшақ терезесінен көгілдір теңіз көрінгенде Жанерке баладай қуанды. Еламан, қарашы, неткен әдемі. Еламан оның жүзіне қарап күліп қойды. Сен қуансаң болды, мен үшін осының өзі бақыт. Қонақ үйге орналасқан алғашқы күннен бастап, екеуі әр сәттің қадірін білуге тырысты. Таңертең теңіз жағасында серуендейді. Кешке күннің батуын бірге қарсы алады. Жанерке күн сайын жүздеген суретке түсетін. Қартайғанда осы суреттерге қарап күлеміз, дейтін ол. Немерелерімізге көрсетеміз, деп әзілдейтін Еламан. Немереге дейін жеттік пе? Әрине, біз бірге қартаямыз ғой. Жанерке күліп оның иығына басын қоятын. Сол сәттерде олар өздерін әлемдегі ең бақытты адамдардай сезінді. Бал айының 5-ші күні еді. Тур бағдарламасында ешқандай экскурсия болмады. Екеуі сол күнді тек өздеріне арнауды шешті. Таңертең ерте жағажайға келді. Күн ыстық емес. Теңіз айнадай тынық. Толқындар жағалауды ақырын ғана сипап жатыр. Осындай тыныштықты күнде көрсем ғой, деді Жанерке. Көресің, келесі жылы тағы келеміз. Уәде ме? Уәде. Жанерке күліп қолын созды. Еламан оның қолынан ұстап, алақанына жеңіл ғана сүйіп қойды. Екеуі ұзақ уақыт теңізде жүзіп жүрді. Жанерке суды ерекше жақсы көретін. Толқынмен бірге алыстап барып, тайта Еламанға қарай жүзіп келіп, қуып жетсеңші, деп күлетін. Еламан да артынан жүзіп, екеуі бала сияқты мәз болатын. Бір кезде Еламан жағалауға қарап, телефонды алып келейін, екеуміздің дұрыс суретіміз жоқ екен, деді. Жарайды, мен осы жерден ұзай қоймаймын. 2 минутта келем. Күтемін. Жанерке күлімдеп басын изеді. Еламан жағаға қарай беттеді. Ол сол кезде бар болғаны 2-ақ минутқа кетіп бара жатқанын ойлады. Бірақ дәл сол 2 минут олардың бүкіл тағдырын өзгертіп жіберетінін екеуі де білген жоқ еді. Еламан жағалауға қарай асыға жүгірді. Жанерке қазір күліп тұрады. Тағы да телефон үшін сонша асықтың ба, деп әзілдейді, деп ойлады ол. Телефонды қолына алып артына бұрылған сәтте жүзі бірден өзгеріп кетті. Жанерке жоқ. Әлгінде ғана тұрған жерде ешкім көрінбейді. Алғашында ол ештеңеден күдіктенбеді. Жанерке! Толқындардың шуынан басқа ештеңе естілмеді. Жанерке! Бұл жолда жауап болмады. Алсырақ жүзіп кеткен шығар. Ол суға қайта жүгіріп кірді. Жан-жағына қарап жүзіп шықты, бірақ таныс жүз көрінбеді. Жүрегі бұрын сонды дәл бұлай дүрсілдеп көрмеген еді. Жанерке! Даусы қарлық кетті. Жағажайда демалып жатқан адамдар жалт қарады. Еламан әрқайсысына жүгіріп барып, қасындағы қызды көрдіңіздер ме? Ақ көйлек киген, ұзын қара шашты, осы жердеді, көрдіңіздер ме? Деп қайта-қайта сұрай берді. Бірі басын шайқады, бірі иығын көтерді. Ешкім ештеңе көрмеген. Арада 15 минут өтті. Еламан енді өз-өзіне ие бола алмай қалды. Жағажай қызметкерлері келіп, жағдайды сұрады. Бірнеше минуттан кейін құтқарушылар жетті. Дереу суға қайықта жіберілді. Сүңгуірлер де келе бастады. Еламан олардың әр қимылын үмітпен бақылап тұрды. Қазір алып шығады. Қазір табылады. Міндетті түрде табылады. Бірақ минуттар сағатқа айналды. Ештеңе өзгермеді. Кешке қарай полиция келді. Еламан болған оқиғаны қайта-қайта айтып берді. Біз бірге шомылып жүрдік. Мен небәрі 2 минутқа ғана телефонды алып келіп шықтым. Қайтып келсем, жоқ. Оның даусы үзіліп кетті. Полиция жағажайдағы бейнебақылау камераларын қарай бастады.
Экранға қадалған Елеманның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Міне, Жанерке күліп теңізге қарай жүгіріп барады. Толқындардың арасымен жүзіп келеді. Сосын суға сүңгиді. Бар болғаны бірнеше секунд. Одан кейін бейне жазбада Жанерке қайта көрінбейді. Басқа камераларды қарады. Бірде-бірінде жоқ. Жағажайдан кетіп бара жатқаны да жоқ. Ештеңе. Тек сол бір сәт. Түн түссе де Елеман кетпеді. Жағалауда жалғыз отырды. Көзін теңізден алмады. Кенет телефонын ашып, Жанеркенің соңғы түсірген суреттерін қарай бастады. Бір суретте ол жағажайда күліп тұр. Тағы бірінде кокос ұстап алып, мынаны міндетті түрде анама көрсетемін деп күліп тұрған. Елеман еріксіз жылап жіберді. Сен қайдасың? Жанерке, бір-ақ рет жауап берші. Мен осындамын. Тоқын ғана жағаға келіп соғылды. Сол түні Елеман қонақ үйге барған жоқ. Таң атқанша жағажайдан қозғалмады. Оның жүрегінде бір ғана үміт бар еді. Мүмкін дәл қазір бір жерден жүгіріп келер. Қорқыттым ба деп күлер. Мен оны құшақтап алып, енді ешқашан жалғыз қалдырмаймын. Бірақ таң атты. Күн шықты. Жағажайға тағы да адамдар келе бастады. Ал Жанерке сол күйі оралмады. Келесі таң тағы үмітпен атты. Елеман түні бойы көз ілмеген еді. Теңізге қадалған күйі отырған ол күннің шыққанын да байқамады. Құтқарушылар таңертең ерте қайта келді. Сүңгуірлер су астын тағы бір рет тексерді. Тікұшақ жағалау бойымен қайта-қайта айналды. Еріктілер жағажайдың әр бұрышын аралап шықты. Бірақ ештеңе. Күн сайын полиция Елеманнан бір сұрақты қайта-қайта қоятын. Жанерке бір нәрсеге алаңдап жүрді ме? Жоқ. Біреумен ренжісті ме? Жоқ. Өзін жайсыз сезінді ме? Жоқ. Ұрысып қалдыңдар ма? Жоқ. Оның бір жаққа жалғыз кетіп қалуы мүмкін бе? Елеман көз жасын әрең тежеді. Жоқ. Ол мен ешқашан ескертпей кетпейтін. Күндер өте берді. Жанеркенің ата-анасы Қазақстаннан ұшып келді. Анасы жағажайға келген бойда қызын дауыстап шақыра берді. Жанерке! Қызым! Дауысы қарлығып, тізерлеп отырып қалды. Қызынды қайтарыңдаршы. Қызынды тауып беріңдерші. Елеман үндей алмады. Қайнатасының жүзі бір-ақ күнде қартайып кеткендей көрінді. Ол үнсіз ғана теңізге қарап тұрды. Төртінші күні журналистер келе бастады. Камералар, микрофондар, сұрақтар. Әйеліңіз қайда жоғалды деп ойлайсыз? Суға батып кеткеніне сенесіз бе? Соңғы рет не деді? Елеман ешқайсына жауап бере алмады. Ол тек бір ауыз сөз айтты. Оны табыңыздаршы. Бір апта өтті, 2 апта өтті. Іздеу жұмыстары жалғаса берді. Бірақ күн өткен сайын адамдардың үміті сөне бастады. Тек Елеман ғана сенуден бас тартты. Күн сайын таңертең дәл сол жерге келетін. Жанерке жоғалған жерге ұзақ қарап тұратын. Кейде теңізге қарап сөйлейтін. Сен тоңып қалған жоқсың ба? Қорқып жүрген жоқсың ба? Мен келдім. Мен сені іздеп жүрмін. Жағалаудағылар оны көріп, көздеріне жас алатын. Бір күні полиция қызметкері оның қасына келді. Біз қолдан келгенін бәрін жасап жатырмыз. Елеман басын көтерді. Бірақ әлі істеу ізде табылмай ма? Полицей үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр еді. Сол түні Елеман алғаш рет өзін кешіре алмайтынын түсінді. Қонақ үйдегі бос бөлмеге кіргенде көз алдына Жанеркенің күлкісі келе берді. Жастығын құшақтап отырып сыбырлады. Кешірші, мен саған 2 минутта келемін дедім. Егер телефонды алмағанда, егер суретке түспейміз дегенінде, егер сені жалғыз қалдырмағанында, бәлкім дәл қазір екеуміз елге бірге қайтар едік. Ол басын қабырғаға сүйеп, үнсіз жылады. Неге мен кеттің? Неге дәл сол сәтте? Сен мені күтіп тұрған шығарсың. Ал мен кешігіп қалдым. Бөлмеде ешкім жоқ еді. Тек оның өксуі ғана естіліп тұрды. Ал теңіз сол баяғыдай үнсіз жатты. Ешқандай жауап бермеді. 3-ші апта басталды. Іздеу жұмыстары әлі тоқтаған жоқ, бірақ бұрынғыдай емес. Алғашқы күндері ондаған қайық шықса, енді 2-ақ. Алғашқы күндері жүздеген ерікті жүрсе, енді санаулы адам ғана қалды. Уақыт өткен сайын адамдар өз өміріне қайта оралды. Бірақ Елеман үшін уақыт тоқтап қалған еді. Ол күн сайын таңертең сол жағажайға келеді. Жанерке жоғалған жерге қарап үнсіз отырады. Кейде теңізге сөйлейді. Сен мені естіп тұрсың ба? Егер тірі болсан, бір белгі берші. Тек бір белгі. Толқын ғана келіп,
аяғын жуып қайта кетеді. Бір күні Жанеркенің телефонын полиция қайтарып берді. Телефонның экраны жарылып кеткен екен. Елеман оны алақанына ұстап ұзақ отырды. Құпия сөзін өзі білетін. Экран ашылған сәтте екеуінің суреті шықты. Той күні түскен сурет. Жанерке ақ көйлекпен күліп тұр. Екеуміз қартайғанша бірге боламыз деп жазып қойған екен. Елеманның көзіне жас келді. Галереяны аша бастады. Бал айында түсірілген суреттер. Жағажайдағы күлкі. Бірге ішкен таңғы ас. Күннің батқан тамашалап тұрған видеолар. Соңғы видео. Жанерке камераға қарап күліп тұр. Елеман, мен өмірімдегі ең бақытты адаммын. Арғы жағынан Елеманның күлген дауысы естіледі. Мен де. Видео аяқталды. Елеман қайта-қайта сол бірнеше секундтық видеоны қоса берді. Сол сөздер енді жүрегін түргілейтін. Сол күні кешке полиция соңғы ақпаратты айтты. Біз теңіздің үлкен бөлігін қарап шықтық. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Бірақ іздеу жалғасады. Елеман басын изеді. Ішінен бір ғана сөз қайталана кірді. Әзірге. Ол осы сөзге жабысып қалған еді. Тағы бірнеше күн өтті. Елеман енді дұрыс тамақ ішпейтін болды. Ұйықтамайды, айнаға қарамайды. Беті қуарып, сақалы өсіп кеткен. Қонақүй қызметкерлер оған тамақ әкеледі. Бірақ көбіне сол күйі тимей қалады. Түнде көзі ілінсе болды, бір түс қайталана береді. Жанерке алыстан қолын созып, «Елеман!» деп шақырады. Ол жүгіре жөнеледі. Бірақ дәл жете бергенде Жанерке тұманның ішіне сіңіп кетеді. Елеман шошып, оянып кетеді. Бір күні Жанеркенің анасы оның жанына келіп отырды. Екеуі ұзақ уақыт үндемеді. Кенет әйел ақырын ғана: «Балам, өзіңді кінәлама». Елеман басын төмен түсірді. «Қалай кінәламамаймын, мама? Мен оның қасында болуым керек еді. Мен кетпегенімде...» «Мүмкін». Жанеркенің анасы сөзін бөлді. «Мүмкін деген сөз адамды өмір бойы жейді, балам». Елеман көз жасын сүртті. «Бірақ мен өзімді кешіре алмаймын. Ол маған сеніп келді. Мен оны қорғай алмадым». Екеуі үнсіз жылады. Екеуінің де жүрегінде бір ғана тілек бар еді. Тек табылса екен. Бірақ күндер өтіп жатты. Ал Жанеркеден әлі күнге дейін ешқандай хабар жоқ еді. Бал айында жоғалған қалыңдық. Бір ай өтті. Таиландтағы жаңалықтарда Жанеркенің жоғалған туралы сюжеттер біркіндеп азая бастады. Газеттер жаңа оқиғаларды жаза бастады. Туристер бұрынғыдай жағажайда күліп, демалып жүрді. Өмір ештеңе болмағандай жалғасып жатты. Тек Елеманның өмірі ғана тоқтап қалған еді. Бір күні полиция бөлімінен қоңырау келді. «Бүгін соңғы жиналыс болады». Елеман үндемей басын изеді. Бөлмеде бірнеше полиция қызметкермен аудармашы отыр екен. Үстел үстінде карта, құжаттар, іздеу нәтижелері жайылып жатты. Басшы ауыр күрсініп сөз бастады. «Біз барлық мүмкін бағытты тексердік. Теңізден де, жағалаудан да, жақын маңдағы аралдардан да ешқандай белгі табылмады. Бүгіннен бастап белсенді іздеу жұмыстары тоқтатылады». Бұл сөз Елеманның құлағына өте баяу жеткендей болды. Тоқтатылады? Иә. Бірақ ол әлі табылған жоқ қой. Бөлмеде үнсіздік орнады. Біз іздеуді тоқтатсақ, ол қайтып келе ме? Ешкім жауап бермеді. Сол күні кешке Елеман соңғы рет сол жағажайға барды. Күн батып бара жатты. Дәл осы жерде олар бірге күліп жүрген. Дәл осы жерде Жанерке «Келесі жылы тағы келеміз» деген. Елеман баяу құмға отырды. Ұзақ үнсіз қалды. Сосын қалтасынан неке жүзігін шығарды. Бұл Жанеркенің жағажайға шомыларда шешіп, сүлгінің үстіне қалдырған жүзігі еді. Ол оны алақанына қысып отырып, «Сенің аман екеніңді білсем болды. Басқа ештеңе сұрамаймын». Тек бұл жерден шыға келші. Мен сені үйге алып қайтамын. Дауысы дірілдеп кетті. «Маған ренжімеш?» «Мен шынымен 2 минутқа ғана кеткен едім». Жауап болмады. Тек толқын келіп, аяғына тиіп, қайта шегінді. Ертеңінде Қазақстанға қайтатын күн келді. Әуежайға бара жатқан көлікте Елеман терезеден сатқа үнсіз қарап отырды. Көлік сол жағажайдың жанынан өткенде жүрегі шімете қалды. Мүмкін дәл қазір сол жерде тұрған шығар. Мүмкін мен кетіп бара жатқанда қайтып келген шығар. Ол жүргізушіден көлікті тоқтатуды сұрағысы келді, бірақ тоқтатпады. Өйткені өзі де оның бос үміт екенін түсінетін. Ұшақ көкке көтерілгенде Елеман көзін жұмды. Бұл жолы ол елге жалғыз қайтып бара жатты. Жанындағы орын бос тұрды. Дәл сол орынға Жанерке отырған еді. Ол ұшаққа мінерде қорқып, «Ұшақ шайқалмай ма екен?» деп күліп еді.
Еламан оның қолынан ұстап, мен қасындамын ғой, қорықпа деген. Енді сол орын бос. Қолын созса да ұстайтын ешкім жоқ. Қазақстанға келген соң адамдар оны жұбатуға тырысты. Уақыт емдейді, сабыр сақта, тағдыр. Еламан ештеңе демейтін. Өйткені ол үшін ең ауыр нәрсе Жанеркенің өлгенін де, тірі екенін де білмеу еді. Егер қабір болса, барып Құран бағыштар еді. Егер тірі екенін білсе, іздей берер еді. Ал қазір ол ештеңе істей алмайтын, тек күте алатын. Бірақ өзі де не күтіп жүргенін білмейтін. Уақыт. Адамдар айтқандай, бәрін емдемейді екен. Кейбір жараның тек үсті ғана қабыршақтанады, ал ішіндегі ауырсыну өмір бойы кетпейді. Жанерке жоғалғанына 1 жыл болды. Еламан оның нөмірін әлі өшірген жоқ. Кейде жұмыстан шаршап келе жатып, телефонын алып, сол нөмірге хабарласатын. Ар жағынан бір ғана дауыс шығатын. Бұл нөмірге хабарласу мүмкін емес. Сонда ғана оның есіне бәрі қайта түсетін. Телефонды ақырын өшіріп, көз жасын сүртетін. Жанеркенің бөлмесі де өзгермеді. Анасы қызының киімдерін дәл сол қалпында сақтап қойды. Сөредегі иіссуы, кітаптары, жартылай оқылған романы, айна алдында жатқан шаш қыстырашы, бәрі орнында. Еламан кейде сол үйге барып отыратын. Жанеркенің анасы оған шай құйып береді. Екеуі үнсіз ғана отырады, әңгіме айтпайды. Өйткені екеуінің де ойында бір адам ғана. 2 жыл өтті. Еламан жұмысына қайта кірісті. Күліп те жүрді, адамдармен сөйлесті. Сырт көзге бұрынғы қалпына келгендей көрінді. Бірақ ешкім оның әр түні ұйықтар алдында Жанеркенің суретін ашып қарайтынын білмейтін. Қайдасың? Осы бір сұрақты күн сайын қоятын, бірақ жауап жоқ. 3 жыл. Бір күні Таиландтан ресми хат келді. Хатты ашуға Еламанның қолы дірілдеді. Бірнеше беттен тұратын құжаттың ең соңғы жолында ғана бәрі жазылып бір екен. Іс жабылды. Азаматша Жанерке хабар ошарсыз кеткен деп танылады. Мәйіті табылмады. Еламан сол сөйлемге ұзақ қарап отырды. Содан кейін хатты бүктеп қойды. Жыламады, айқайламады. Тек терезеге қарап ұзақ отырды. Кейде адамның көз жасынан да ауыр үнсіздігі болады. Бұл дәл сондай үнсіздік еді. Сол кеште ол жалғыз өзі қала сыртына шығып кетті. Аспанға қарап ұзақ тұрды. Ішінен ғана сөйледі. Жанерке, егер сен бұл дүниеде жоқ болсаң, Алла жаныңды жәннаттан етсін. Ал егер бір жердесің, мен сені әлі күтіп жүрмін. Сәл кідіріп көзін жұмды. Бірақ менен сені таба алмайтынымды түсіндім. Арада бірнеше ай өтті. Еламанның анасы бір күні оның қасына келді. Балам, өмір жалғасады. Еламан үндемеді. Біз сенің күннен күнге сөніп бара жатқаныңды көріп жүрміз. Жанеркенің өзі тірі болғанда сенің осылай жүргеніңді қалар ма еді? Еламанның жүрегі шүмете қалды. Бұл сұраққа ол ешқашан жауап бере алмайтын. Тағы 1 жыл өтті. Туыстар оған қайта үйрену туралы айта бастады. Алғашында Еламан үзілді-кесілді қарсы болды. Менің әйелім бар. Отырғандардың бәрі үнсіз қалатын. Өйткені ешкім оның жүрегінде Жанеркенің әлі де тірі екенін білетін. Тек қайда екені белгісіз. Жанерке жоғалғанына 5 жыл өтті. 5 жыл. Біреулер үшін ұзақ уақыт, ал Еламан үшін бәрі кеше ғана болғандай еді. Кейде көзін жұмса болды. Таиландтың жағажайы, Жанеркенің күлкісі, соңғы рет айтқан күтемін деген сөзі құлағына анық естілетін. Еламанның ата-анасы оның өміріне алаңдай бастады. Балам, біз де қартайып барамыз, деді анасы бір күні. Сен жалғыз қалма, өмірді қайта бастауға тырыс. Еламан ауыр күрсінді. Мен тырыспады дейсіз бе? Бірақ жүрегім көнбейді. Әкесі оның иығына қолын қойды. Жүрек ешқашан ұмытпайды. Бірақ өмір күтіп тұрмайды. Бірнеше айдан кейін туыстар оған Айсәуле есімді қызды таныстырды. Айсәуле жуас, сабырлы, көп сөйлемейтін жан екен. Ол Еламанның өткен өмірінде білетін. Алғашқы кездесуде-ақ. Егер бұл кездесуге дайын болмасаңыз, мен ренжімеймін, деді. Еламан үнсіз басын изеді. Рахмет. Бірнеше ай сөйлесіп жүрді. Айсәуле ешқашан Жанерке туралы сұрақ қоймайтын. Өйткені Еламанның көзінен бәрін түсінетін. Бір күні Еламанның өзі сөз бастады. Мен сізге бір нәрсені басынан айтуым керек. Айсәуле үнсіз тыңдап отырды. Мен әйелімді ұмытқан жоқпын. Ұмыта алмаймын да. Ол қайтыс болды деп айта алмаймын. Тірі деп те айта алмаймын. Менің жүрегімнің бір бөлігі мәңгі онымен бірге кетті. Егер сізге бұл ауыр болса, қазір-ақ кетемін. Айсәуле көзін төмен түсірді. Сәлден кейін ғана жайлап сөйледі.
Мен сізден ешкімнің орнын басуды сұрамаймын. Тек қалған өмірімізді жалғыз өткізмесеңіз екен деймін. Еламан алғаш рет оның жүзіне ұзақ қарады. Бұл сөзде ешқандай қызғаныш та, өкпе де жоқ еді. Тек адамға деген жанашырлық бар болатын. Арада тағы бірнеше ай өтті. Еламан көп ойланды. Талай түнді ұйқысыз өткізді. Жанеркенің суретінің алдында отырып, кешір. Егер сен тірі болсаң, мені кешір. Бірақ мен өмір бойы осылай жалғыз қала алмаймын. Сен де менің бақытты болғанымды қалар едің. Ол осы сөздерді айтқанда көзінен тағы да жас сырық түсті. Көп ұзамай Еламан мен Айсәуле қарапайым ғана неке қидырды. Ешқандай той болған жоқ. Ешқандай ән де, би де болмады. Еламан сол күні де көп күлген жоқ. Жүрегінің бір бұрышы бұрынғыдай бос тұрғанын өзі ғана сезетін. Жаңа өмір басталды. Айсәуле жақсы жар болуға тырысты. Еламанды ешқашан өткен өмір үшін кінәламады. Бір күні үй жинап жүріп, шкафтың жоғарғы сөресінен бір қорап тауып алды. Ішінде Жанеркенің суреттері, ескі хаттары, университет кезіндегі билеттері мен Таиландтан алынған ұсақ кәдесыйлар жатқан еді. Айсәуле қорапты ашқан күйі жапты да орнына қайта қойды. Кешке Еламан жұмыстан келгенде тек бір ауыз сөз айтты. Мен ол қорапқа енді ешқашан тимеймін. Еламан үндемеді. Тек көзіне жас толып, басын төмен түсірді. Сол сәтте ол Айсәуленің қандай жүрегі кең адам екенін түсінді. Бірақ Жанеркенің қайда кеткенін, неге сол күні із-түссіз жоғалғанын ешкім әлі күнге дейін білмейтін. Уақыт өз дегенін істеді. Еламан мен Айсәуленің шаңырағында бір жылдан кейін ұл дүниеге келді. Сәбиді алғаш қолына алған сәтте Еламанның жүрегі ерекше елжіреді. Кішкентай алақан оның саусағын қыса ұстағанда өмірдің әлі де жалғасып жатқанын алғаш рет анық сезінді. Сол күні үйге келген соң Айсәуле оның жүзіне қарап, бүгін алғаш рет шын көңілмен күлдің деді. Еламан жауап бермеді. Тек баласының бесеуінің жанына барып ұзақ тұрды. Ол жақсы әке болды. Баласын балабақшаға апаратын. Кешке жұмыстан келе сала құшағына алатын. Демалыс күндері саябаққа шығаратын. Сырт көзге қарасан қарапайым бақытты отбасы. Бірақ адамның ішінде ешкім көрмейтін әлем болады. Еламанның ішінде әлі де Жанеркеге арналған бос орын бар еді. Жыл сайын бір күн келгенде оның көңіл күйі өзгеріп кететін. Бұл күнді Айсәуле де жаттап алған. Ол ешқашан сұрамайтын, ештеңе демейтін. Тек таңертең. Бүгін кешке кешіксеңіз де болады дейтін. Еламан үнсіз басын изейтін. Қаладағы гүл дүкеніне кіріп, ақ раушан гүлдерін сатып алатын. Сосын үйіне емес, жалғыз өзі өзен жағасына баратын. Неге дәл өзен жағасына баратынын өзі де білмейтін. Мүмкін судың дыбысы оған сол теңізді еске салатын шығар. Ол гүлдерді ақырын суға қоятын, ұзақ үнсіз тұратын. Сосын сыбырлап қана: "Үйленген күніміз құтты болсын, Жанерке. Қай жерде болсаң да аман бол. Егер бұл өмірде жоқ болсаң, жаның жәннатта болсын." Жел ғана жауап бергендей бетінен сипап өтетін. Бір күні кешке ұлы: "Әке, неге кейге мұңайып кетесіз?" деп сұрады. Еламан күлімсіреуге тырысты. "Ештеңе, балам. Сіз жылайсыз ба?" Бұл сұрақтан кейін Еламан үнсіз қалды. Баласының басынан сипап: "Кейде ер адамдар да жылайды. Бірақ оны ешкімге көрсетпеуге тырысады." Бала ештеңе түсінбесе де әкесін құшақтап алды. Сол сәтте Еламан көзіндегі жасты білдірмей сыртқа бұрылды. Сол түні ол баяғы ескі қорапты тағы ашты. Ішінде сарғайып кеткен суреттер, университеттің студенттік билеттері, тойдағы шақыру қағазы, ал ең астында Таиландқа барған 2 ұшақ билетінің түбіртегі жатыр екен. Онда 2 есім қатат жазылып тұр. Еламан, Жанерке. Ол билетке ұзақ қарап отырды. Еріксіз күліп жіберді. Бірақ сол күлкі бірнеше секундтан кейін көз жасына айналды. Біз жай ғана бақытты болғымыз келген еді. Неге дәл біз? Неге дәл сол күн? Неге дәл сол 2 минут? Бұл сұрақтардың жауабы әлі күнге дейін жоқ еді. Және бәлкім ешқашан болмайтын да шығар. 10 жыл. Жанерке жоғалғанына 10 жыл толды. Адамдар уақыт бәрін ұмыттырады дейді. Бірақ Еламан уақыттың тек адамды өмір сүруге үйрететінін түсінді. Ал ұмыттыру оның қолынан келмейді екен. Қазір Еламан 40-қа таяп қалған. Айсәулемен 2 баласы бар. Үлкені мектепке барған. Кішісі әлі балабақшаға барады. Үйінде күлкі де бар.
балалардың шат күлкісі де бар. Бірақ кейде сол күлкінің арасында Еламан үнсіз қалып кететін. Айсәуле оның нені ойлап отырған баяғыда-ақ түсінетін, сұрамайтын, тек жанында болатын. Бір күні ұлы әкесінің жұмыс үстелінен ескі суретті тауып алды. Суретте жас жігіт пен жас қыз жағажайда күліп тұр. Әке, бұл күн. Еламан суретті қолына алды, ұзақ қарап қалды. Бұл менің ең алғашқы махаббатым. Анам емес пе? Жоқ. Оның аты Жанерке. Ұлы таңырқай қарады. Қазір ол қайда? Еламан жауап бере алмады. Тамағына бір нәрсе кептеліп қалғандай болды. Бірнеше секунд үнсіздіктен кейін ғана: білмеймін, балам. Ешкім білмейді. Сол күні кешке Айсәуле оның қасына келді. Балалар сұрақ қойды ма? Еламан басын изеді. Иә. Мен алғаш рет білмеймін деген сөздің қаншалықты ауыр екенін сезіндім. Айсәуле оның қолынан ұстады. Сен қолдан келгеннің бәрін жасадың. Еламан баяу басын шайқады. Жоқ. Мен өмір бойы бір ғана нәрсені ойлап өтемін. Егер сол күні телефонды алмауға болар ма еді? Егер суретке түспей-ақ қойсақ ше? Егер мен оның қасында қалғанымда? Айсәуле сөзін бөлмеді. Өйткені бұл сұрақтарға ешкім жауап бере алмайтынын ол да білетін. Сол түні Еламан балалар ұйықтап болған соң аулаға шықты. Аспанға қарады. Жұлдыздар жарқырап тұр. Ол ақырын ғана сыбырлады. Жанерке, егер мені естіп тұрсаң, білші, мен сені ешқашан іздеуді тоқтатқан жоқпын. Тек өмірімді тоқтатпадым. Сені ұмытқаным үшін емес, балаларының әкесі болуым керек болғаны үшін. Жанымды жебедей жеген өкінішпен өмір сүрсем де, мен сені күнде есіме аламын. Күнде. Жел ғана баяу соғып өтті. Әдеттегідей жауап болған жоқ. Жылдар бірінің артынан бірі өте берді. Өмір ешкім үшін тоқтамайды екен. Балалар өсті. Үйде күлкі көбейді. Еламанның шашына ақ кіре бастады. Бірақ оның жүрегіндегі бір күн сол күйі өзгермеді. Кейде ол түнде оянып кететін. Көзін жұмса болды, Таиландтың жағажайы көз алдына келетін. Жанеркенің суға қарай жүгіріп бара жатқаны. Артқа бұрылып күлімдеп қарағаны. Күтемін деген сөзі. Сосын бос кеңістік. Сол бос кеңістік 15 жыл өтсе де толмады. Жанеркенің ата-анасы да қартайды. Еламан оларды мыққан жоқ. Ай сайын халін сұрап барып тұратын. Бір күні Жанеркенің анасы оған ескі альбом ұсынды. Мұнаны өзің алып кет, балам. Мен қарай алмаймын. Альбомның алғашқы бетінде мектеп формасын киген екі жас тұр. Еламан мен Жанерке. Екеуі де күліп тұр. Келесі бетте студенттік шақ. Соңғы бетте тойдағы сурет. Жанерке аппақ көйлекпен Еламанға қарап күліп тұр. Суреттің артына өз қолымен қартайғанша бірге деп жазып қойған екен. Еламан альбомды кеудесіне қысып ұзақ отырды. Көз жасын тоқтата алмады. Сол жылы олардың Таиландқа барғанына 20 жыл толды. Еламан көп ойланды. Ақыры жалғыз өзі Таиландқа баруға шешім қабылдады. Ұшақ қонғаннан кейін бірден сол жағажайға келді. Ештеңе өзгермеген. Сол теңіз, сол толқын, сол құм. Тек Жанерке жоқ. Ол аяқ киімін шешіп, су жиегіне дейін барды. Толқын аяғына тиіп, қайта шегінді. Еламан көзін жұмды. Мен тағы келдім. Бәлкім соңғы рет. Егер бір керемет болып, сен қарсы алдынан шыға келер деп қанша күттім. Бірақ енді түсіндім. Кейбір сұрақтың жауабы болмайды екен. Кейбір адамдардың қайда кеткенін ешқашан білмейсің. Бірақ оларды жақсы көруді тоқтатпайсың. Ол ақырын ғана ақ раушан гүлдерін теңізге жіберді. Гүлдер толқынмен бірге алыстай берді. Еламан ұзақ қарап тұрды. Көзінен аққан жасты сүрткен жоқ. Себебі бұл көз жасын ол жылдар бойы ішінде ұстап келген еді. Қазақстанға оралған соң өмір бұрынғы қалпымен жалғаса берді. Бір кеште немересі жүгіріп келіп, «Ата, сіз әжемді қалай жақсы көрдіңіз?» деп сұрады. Еламан жымиып, жанындағы Айсәулеге қарады. Сосын терезенің ар жағындағы аспанға көз тастады. Адам жүрегінде бір емес, бірнеше жақсы көретін адамға орын болады екен. Бірақ кейбір адамдар өмірден кетсе де, жоғалса да, жүректен ешқашан кетпейді. Жанерке сол күйі табылмады. Оның қайда кеткенін, не болғанын
ешкім ешқашан білген жоқ. Тек бір нәрсе ғана анық еді. Кейде өмірде ең ауыр қайғы айырылысу емес. Ең ауыр қайғы өмір бойы жауапсыз қалған бір ғана сұрақпен өмір сүру екен. Ал сіздердің ойларыңызша, Жанеркеге шын мәнінде не болды? Өз болжамдарыңызды пікірге жазыңыздар.